52 жастағы Болатжан Кәріпжан 15 жылға сотталған. Жазасын жалпы режимдегі ла 155-8 колониясында өтеп жатыр. Түрмеге дейін көлік жүргізушісі болған ол, мұнда оңай тігіншілікті оқыған. Енді электриктер мен күзетшілерге арналған киім тігеді. Қиын емес, бәрі жақсы. Үйрендік бәрін жақын-жақын. Көшеден швейканың несін бітіргенбіз, колледжді бітірдік. Швейканың оқысын бітіріп, осы өзіміздің мамандықпен енді жұмыс істеп жатырмыз. Заречный ауылында орналасқан 3 колониядағы сотталғандардың қолынан шыққан бұйымдар көрмеге шығарылды. Азаттықты шақырған түрме басшылығы тек осы көрмені ғана сүруге рұқсат етті. Әңгіме негізінен осында жаза өтіп жатқандардың жағдай туралы емес, олар меңгеріп жатқан қосымша мамандықтар шеңберінде өрбіді. Электр газбен дәнекерлеуші мамандығы, тігінші мамандығы, автокөлік жөндеу слесары, оператор ВМ сияқты түрлі мамандықтар бар. Мамандықтар даярлаймыз. Оқыту мерзімі 10 ай. Одан кейін олар біліктілік емтихандарын тапсырып, оқу жылы соңында мемлекеттік үлгідегі дипломдар алып шығады. Бізден бітіріп шыққан студенттер ары қарай мекеме әкімшілігі оларды жұмыс орнымен қамтамасыз етуге тырысады. Түрмедегі колледжде 18 бен 70 жас аралығындағы 100-ге жуық сотталушы оқып жатыр. Түзету мекемесі олардың ішінен тек тігіншілер мен дәнекерлеушілерді ғана жұмыспен қамтамасыз ете алатын көрінеді. Нұртай Лақанұлы, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.